Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Forbes Қазақстан ең бай 6 кәсіпкердің дәулетін қайта есептеді. Олар кімдер? Сол жайлы айтатын боламын. 2025 жылы Forbes Қазақстан елдегі ең бай 6 миллиардерлердің дәулетін қайта есептеп шықты. Себебі кейінгі бірнеше айда қаржы саласында үлкен өзгерістер болып, басылымның мамырдағы тізімі ескіріп қалған. Жергілікті Forbes-тың жаңартылған шағын рейтинг жариялауына жаңа келісімдер мен биржадағы жетістіктер себеп болды. Басылым соның нәтижесінде биыл Қазақстандағы миллиардерлердің тізімі өзгерді деп есептейді. Вячеслав Ким империясы. Жуық арада жарияланған қысқа рейтингке бар болғаны 6 миллиардер кірді. Forbes Қазақстан бірінші орынға Вячеслав Кимді қойды. Басылым 56 жастағы кәсіпкердің дәулетін 7 миллиард 73 миллион долларға бағалады. Оның капиталының басым бөлігі Каспий кезеттегі үлесі. Жергілікті Forbes Ким дәулетін қайта санаған уақытта кәсіпкердің Алатау Сити банктың бұрынғы Жусан банктың 100% акциясын сатып алуын ескерген. Ірі сауда келісімі 2025 жылғы маусымның басында жасалғаны мәлім. Ғалымжан Есенов қаржы ұйымын нақты қаншаға сатқаны әзірге белгісіз. Бірақ биыл бірінші маусымда банк активі 3 триллион 4 миллиард теңгеге бағаланған. Тимур Турлов тұғыры. Forbes Қазақстан елдегі ең бай кәсіпкерлер рейтингінің екінші сатысына Тимур Турловты қойып, оның дәулетін 7 миллиард 6 миллион долларға бағалады. Басылым мамырдағы тізімде кәсіпкердің байлығы 5 миллиард 8 миллион долларға бағаланған. Содан бері айтарлықтай көтерілгенін атап өтті. Айта кетейік, ғаламдық Forbes-тың онлайн рейтингінде Турлов қазақстандық кәсіпкерлер арасында бірінші орында тұр. Себебі 1 тамызда кәсіпкерлерге тиесілі Freedom Holding Group акцияларының құны америкалық NASDAQ биржасында холдинг тарихындағы ең жоғарғы межеге көтерілді. Ал компанияның нарықтағы құны 11 миллиард 3 миллион доллардан асты. Соған байланысты Турловтың дәулетін тағы 366 миллион долларға өсті. Ғаламдық Forbes оның дәулетін 7 миллиард 9 миллион долларға бағалады. Қазір ол ғаламдық Forbes нұсқасы бойынша Қазақстандағы ең бай адам. Ал Forbes Қазақстан рейтингінде Freedomның акцияларының 2 күн бұрынғы көрсеткіші есепке алынған. Өрлеген Болат Өтемұратов. Жергілікті Forbes кәсіпкер Болат Өтемұратовтың дәулетін шамамен 2 есе өсіріп, 6 миллиард 46 миллион долларға дейін көтерді. 3 ай бұрынғы тізімде оның байлығы 3 миллиард 5 миллион долларға бағаланған еді. Енді 67 жастағы кәсіпкер Қазақстандағы ең бай 3-ші адамға айналды. Басылым оның дәулетінің артуына 2025 жылғы шілдеде Қазақстан қор биржасында Forte Bank акциялары құнының көтерілуі себеп болуын атап өтті. Өтемұратов қаржы ұйымының 91,1% үлесіне ие. Банк акциялары кәсіпкердің Home Credit банкті сатып алу жөніндегі келісімін жариялаған күні күрт көтерілген. Бұған қоса Өтемұратов Карл Тел Қазақстандағы Билайн байланыс операторы компанияның бақылауы пакетіне ие. Кәсіпкер биыл қаңтарда The Ritz Carlton қонақ үйін араб миллиардерлері Мұхаммед Алабарға сатты. Мыс магнаты Владимир Ким. Жаңартылған рейтингте мыс магнаты Владимир Ким 5 миллиард 7 миллион доллармен 4-ші орында тұр. 64 жастағы кәсіпкер Қазақстандағы ең ірі тау-кен өндірісінің бірі Қазминералс компаниясының 63,5% үлесіне ие. Бұған қоса Ким Қазақмыс холдингтің 75%-ын, РБК банктың 89,79 акциясына иелік етеді. Владимир Кимнің негізгі активтері биржада саудаланбайды. Сол себепті оның тізімдегі дәулеті өзгерген жоқ.
Динара және Тимур Құлыбаевтар. Forbes Қазақстан Динараның да, Тимурдың да дәулетін 5 миллиард 6 миллион доллар деп бағалады. Ерлі-зайыпты Құлыбаевтар рейтингінде 5-ші орынды бөлісіп тұр. Олар Алмекс холдинг тобы арқылы Халық банкке бақылау орнатқан. Холдинг банк акцияларының 69-77%-на иелік етеді. 2025 жылдың алғашқы 5 айында банк 400 миллиард теңгеден астам пайда тапты. Қаржы саласынан бөлек Құлыбаевтар мұнай-газ, өнеркәсіп, сауда және жылжымайтын мүлік салаларындағы кәсіптерін дамытып жатыр. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.